Ассаламу алейкум, сіздермен бірге мен Айсұлу. Бүгін осындай ерекше торт жасайтын боламыз. Ішінде молочная девочка торт, ал тортымызға кірісеміз. Бірінші сары майымызды салып, миксермен араластырып аламыз. Осындай біркелкі қылып. Содан кейін сгущенкамызды қосамыз. 2 банка сгущенка миксермен араластырамыз. Жұмыртқамызды салып, тағы да араластырамыз. Мен бұл жерде үлкен торт істейтін болғасын, 2 есе көбейтіп жасадым. Толық құрамын описаниеден көре аласыздар. Ары қарай ұн мен қопсытқышты қосып, біркелкі қырып араластырамыз. Осындай сұйықтықта болып шығады. Ары қарай пергаменттерімізді кесіп, өзімізге керек форманы сызып, тестамызды 180 градуста пісіріп аламыз. Тортымызды жинап, тегістеп, өз идеаларыңызды қосып сәндейміз. Осы рецептпен істеп көріңіздер, өте оңай. Мен істеген ең күшті рецепт. Сіздерге пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп қойыңыздар. Баршаңызға ассаламу алейкум.